Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын қуырмай пельмендерді дайындайтын боламыз. Өте оңай, жасалу жолы қарапайым рецептерден жасалынатын болады. Бір жасағаннан шығады, өте дәмді және де іші толықтай піседі. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ендеше бірге дайындайық. Алдымен картоптарымыз бен пияздарымызды ашып аламыз. Картопымыздың көлеміне қарай өзіңіз 4-5 картоп қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған майға осылай пияздарымызды қуырып, пиязын жақсылап қуырылып болған соң, үстіне картопымызды салып қуырып, тұзын салып, дәміне қарай демдеп қоямыз. Егер де бұлай жасағыларыңыз келмесе, жай ғана картопты суға қайнатып алып, езіп істей берсеңіздер де болады. Алайда осы тәсілмен істесеңіздер өте дәмді болып шығады. Піскенінше бұқтырып қоямыз. Оған дейін қамырын дайындайтын боламыз. 4 жұмыртқа және де дәміне қарай тұз араластырып алып, орташа көлемді қамыр илейтін боламыз. Менде жұмыртқам қолдың жұмыртқасы, сондықтан сап-сары болып тұр. Ұндарыңыздың барлығын салып жіберместен, аз мөлшерден салып отырып қамыр илеңіздер. Барлығын салып жіберсеңіздер қатты болып қалуы мүмкін. Ұндарымыздың тығыздығына және де жұмыртқамыздың көлеміне байланысты 50-30 грамм айырмашылығы болады. Сондықтан оның барлығын салып жіберместен, барынша орташа етіп, қатты болып қалмасын, тіпті жұмсақ та болып қалмасын, орташа көлемдегі қамыр илеп шығатын боламыз. Кішкене қолға жабысатын. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын. Ендігі кезекте 10-15 минутқа пакетке салып, жақсылап тындырып қоятын боламыз. Қамырларымыз тынғанша міне біздің картоптарымыз да пісіп қалды. Ендігі кезекте дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қолдандым. Өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді мен осы ыдыстың ішінде ғана осылай езіп алатын боламыз. Ыстық кезінде езсеңіздер оңай әрі тез езілетін болады. Жақсылап араластырып езіп аламыз. Міне біздің 15 минут уақыт өтті, қамырымыз дайын. Енді қамырларымызды жайып алатын боламыз. Қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Оны да мен қазір видео барысында толықтай көрсетіп кетемін. Орташа етіп жайсаңыздар болады. Еттің қамыры сияқты қатты жұқа етіп жайылмауса болды. Орташа көлемді етіп жайып алатын боламыз. Достар, менің арнам сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, сіздерден қолдау күтіп қаламын. Лайк және комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, түсінбегендеріңізді сұрасаңыздар да болады. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал мен сіздерден қолдау күтіп қаламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді кезекте жайылып болған орташа көлемді қамырымызды осылай кесіп алатын боламыз. Үлкендігін өзіңіздің қалауыңызша жасай берсеңіздер болады. Мен қатты үлкен қылған жоқпын. Міне достар, қамырын сіздерге көрсетіп жатырмын. Қатты жұқа емес, орташа көлемді қамыр болып шықты. Мен осылай терка, яғни үккіштің көмегімен кесіп алдым. Сіздер кез келген тәсілмен кессеңіздер де болады. Тіптен еш нәрсе болмаса, пышақтың көмегімен кесе берсеңіздер болады. Негізінен жайып болған кесерден алдын кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Сонда ашылуы, ортасы жабысып қалмай, түйіп болам дегенше керемет болып дайын болып тұрады. Міне барлығын дәл осылай кесіп болғаннан соң кішкене бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Міне көрсетіп тұрғандай дәл осылай арасын ашып, үккіштің көмегімен қайтам кіші бөліктерге бөліп шықтым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз, айтып өткенімдей. Бастысы қамырларыңыздың қалыңдығында, қатты қалың немесе қатты жұқа болып болмаса жеткілікті болады. Дәл осылай кесіп шығып, ортасына жаңағы қуырып алған картоптарымызды салып, жақсылап түйіп шығатын боламыз. Түйу барысында міндетті түрде жақсылап қамырымызды біріктіріп алыңыздар. Қуыру барысында бізде шашылып кетуі мүмкін ішіндегі картоптарымыз. Сондықтан жақсылап екі шетін қысып
біріктіріңіздер. Қазіргі кезде осылай бірігіп тұрғанмен қызып тұрған майдың ішіне түскен кезде ол ажырап кетуі мүмкін. Сондықтан барынша жақсылап қысып істеңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай барлығын түйіп алатын боламыз. Міне мен барын түйіп болдым. Менде осынша көлемде шықты. Енді кезекте майымызды молынан құйып, қызып тұрған майға міндетті түрде осылай араластырып тұрып пісіретін боламыз. Сол кезде барлық жері біркелкі болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай үздіксіз осылай араластырып тұрыңыздар. Пісіп шықты бізде, өте керемет дәмді болып шығады. Жұп-жұмсақ болады, одан уайымдамаңыздар. Өте дәмді гідір-гідір болып шығатын біздің қуырма пельмендеріміз дайын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Жасап көріңіздер. Келесі кездескенше.